Қазір мен сендерге Б1 деңгейі оқулықтан мәтінді оқимын. Шегенің ізі. Бір мінезі жаман жас жігіт болыпты. Бір күні әкесі оған бір жәшік беріпті. Жәшіктің іші шегеге толы екен. Жігіт: әке, маған мына жәшік пен шеге не үшін керек деп сұрапты. Әкесі: достарымен жанжалдасып немесе ренжісіп қалған кезде мына тақтайға бір шегеден қағып отыр депті. Алғашқы күні жігіт тақтайға 10 шеге қағыпты. Одан кейінгі апталарда жігіт шегенің санын азайта бастапты. Бір айдан кейін тақтайға мүлде шеге қақпақты. Бұл жайды әкесіне айтыпты. Сонда әкесі жігітке тақтайды көрсетіп: ал енді балам, бүгіннен бастап достарыңмен татуласқан, олардан ренжіткенің үшін кешірім сұраған, әр күнің үшін тақтадан бір шегеден суырып алып таста депті. Біраз күндер өтіпті. Бір күні қараса, тақтайдағы барлық шегені суырып біткен екен. Сонда әкесі баласына тақтайды көрсетіп: балам, жарайсың, жарадың депті. Алайда мына тақтайға жақсылап қарашы. Шегелерді сорғанда қалып қойған көп тесікті көріп тұрсың ба? Демек тақта бұрынғыдай таза қалпында әдемі болып қалмайды деген сөз. Достарыңмен ренжіскенде, бір-біріңді түсінбеген кезде жаман сөздер айтылады. Әрбір айтылған жаман сөз өзінің артына мына шегелер сияқты қара тесік қалдырады. Жолдасында сенде өзара кешірдік, енді қайтадан доспыз дегенмен, дәл мына тесіктер секілді көңілде кірбің қалады. Бұл шындық. Сондықтан дос қадірін біліп, екімен ренжіспейтін, араздаспайтын бол балам. Әрқашан тату болғаның жақсы деген екен әкесі. Келесі жаттығуда синхрон аудармасының жасауды тырысыңыз. След от гвоздя. Жил-был один мальчик с дурным характером. Однажды отец дал ему ящик. Внутри ящика были одни лишь гвозди. Мальчик спросил: отец, зачем мне этот ящик и гвозди? Отец ответил: всякий раз, когда ты будешь ссориться с друзьями или обижаться на них, вбивай по одному гвоздю в эту доску. В первый же день мальчик вбил в доску 10 гвоздей. В последующие недели количество гвоздей стало уменьшаться. Через месяц он уже совсем не вбивал гвоздей. Он рассказал об этом отцу. Тогда отец показал ему на доску и сказал: а теперь, сынок, начиная с сегодняшнего дня, за каждый день, когда ты миришься с друзьями
или просишь у них прощения за свои обиды. Вытаскивай из доски по одному гвоздю. Прошло несколько дней. Мальчик взглянул и увидел, что вытащил уже все гвозди из доски. Тогда отец показал сыну доску и сказал: «Молодец, сынок, ты справился. Но посмотри-ка внимательно на эту доску. Видишь множество дыр, оставшихся от вытащенных гвоздей. Доска теперь такая же чистая и красивая, как прежде? Нет. Когда ты ссоришься с друзьями, когда вы не понимаете друг друга, вы говорите обидные слова. Каждое такое слово оставляет после себя черную дыру, точно такую же, как эти следы от гвоздей. Хоть вы с товарищем и простили друг друга, и снова называетесь друзьями, в душе все еще остается заноза, как эти дыры. Такова правда. Поэтому цени дружбу, сынок. Старайся ни на кого не обижаться и не ссориться. Хорошо всегда жить в мире и согласии, сказал отец.